осы 4 сұрақты қоямын. Все. Бастаймыз, а? Сәлем достар, бүгін бізде Балатайым бағдарламасы 07 біз бастаймыз Айдары. Сонымен қатар бізде бүгін қонақта өте сұлу қыздар. Қыздармен танысып өтейік, қалдерің қалай? Аттарыңды атап өтсеңдер. Менің есімім Гүлден. Менің атым Аянат. Менің атым Дана. Менің атым Нұрбеке. Менің есімім Аида. Менің есімім Нұрсұлтан. Ендеше бүгінгі біздің подкастқа дайынсыңдар ма? Әрине. Ендеше кеттік, мен алғашқы сұрағымды қоя берейін, иә. Жалпы волонтерство деген сіздер үшін не? Қоғамдағы маңызы қандай? Қалай ойлайсыздар? Волонтер дегеніміз адамның қалауы бойынша өз еркімен қоғамдық жұмысқа қатысуы. Волонтерлар өздерінің атқарған жұмыстары үшін ешкімнен төлемақы күтпейді, себебі бұл жұмыс волонтерлардың жүрек қалауымен атқарған істері. Шынайы ниет дейсің? Иә. Толық келсем. Келесі сұрағым, сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы волонтер болу үшін адамның бойынан табылу керек жаңағы 3 қасиет. Қандай қасиеттер болу керек волонтер бола алу үшін? Бірінші қасиет бұл төзімділік. Екінші қасиет адамгершілік, және үшінші қасиет бұл адамдармен тіл табыса ала білу. Нұрбеке, сіз үшін қалай ойлайсыз? Өз ниетімен адамдарға көмектесуін қалау. Мейірімділік қасиеті. Иә, мейірімді бола білу керек. Себебі ол адам мейірімді болмаса, ол басқаларға көмектесе алмайды, дұрыс па? Әрине. Жақсы жұмыстар жасаймын деді. Мен де солай ойлаймын. Келесі сұрағым, командамен жұмыс сіздерде қалай өтеді? Жалпы команда жұмыс дегенде біз негізі осы қыздармен барлығымыз бір отбасыдай болып кеткенбіз. Апалы сіңлідей бір-бірімізге жақсы қарым-қатынаспен қараймыз. Сол себепті біздің біздің волонтерлік лигаға қатысатын қыздардың барлығын алсақ бір отбасы деп санаймыз бір-бірімізді. Сол себепті бізде командалық работа әрдайым, әр күн сайын жақсы үлкен жетістіктерге жетеді және жақсы нәтижелерге жетеді. Сіздер осы жұмысты қанша уақыттан бері бастадыңыздар? Команда қай уақытта ашылды? Қандай жұмыс атқардыңдар? Қандай бағытта көп жұмыс жасайсыздар? Қайырымдылық, жоқ әлде іс-шараларда көп жүресіздер ма? Екі бағытта да жұмыс жасаймыз. Біріншіден қайырымдылық, өзіміз әртүрлі көмек көрсетеміз. Және де іс жұмыстарды да оқушы сарайындағы концерттерге, группа поддержки сияқты барып жүреміз. Жалпы тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздердің жан қалауларыңыз волонтерстводан жалпы көбі бағыты көп қой. Сонда нені қалайды? Жануарларға көмектесу, я болмаса мүмкіншілігі жоқ отбасыларға, мысалы поддержка беру қалай аталады? Көмек көрсету ма? Қандай бағытты жалпы өздерің қалайсыңдар жеке орындағанда? Я сама очень люблю животных, поэтому я хочу работать именно в сфере животных. И в будущем хочу открыть приют для животных, помогать бездомным животным и собакам, кошкам и другим животным. Да. Жақсы. Жалпы біздің волонтерлық лига үйірмесі тек қана жануарларға көмектеспейді, біздің үйірме жан-жақты болып табылады. Сол себепті біз адамдарға да, жан-жануарларға да көмек көрсетеміз. Және де осы көмек көрсету бізде әр сабақ сайын жүзеге асады. Жақсы. Мен тағы да бір сұрақ қоя кетейін, иә. Осы ұйымға келгелі сендерде бір жаңа өздеріңді бағытта сынап көрдіңдер ма? Я болмаса басқа бір қасиетті бойларына сіңірдіңдер ма? Бұрын сонда болмаған, көргілерің келген бағытта. Мен осы волонтер үйірмесінен келгеннен бастап өзімді жақсы сезініп бастадым. Себебі мен адамдарға мейірімділік көрсетіп, қайырымдылық жасап жүрдім. Бұл адамның өзіне жақсы қасиет болып келеді. Және де осы үйірме маған жақсы әсер берді деп ойлаймын. Ал мен өз-өзімді таба білдім. Яғни осы үйірменің арқасында мен кім екенімді біле алдым. Жалпы қыздар осы ұйыммен бірігіп жасаған жұмыстардың көп, иә? Соның ішінде қандай әсер алдыңдар сол жұмыстардан?
мысалы біз жақында қарттар үйіне барған едік. Қарттар үйінде көптеген отбасылар тастап кеткен қарттар әжелер болған еді. Оларды көрген кезде аянышты сезімде боласың, бірақ та анда оларға керекті көмек көрсетеді. Бірақ бізді көргенде олар қатты қуанышты болды, бізді жақсы қарсы алды. Себебі оларға деген көңіл бөлу керек, олармен сөйлесетін адам болу керек. Оларды қаншалықты жақсы қарап, қамқор көрсетсе де, оларға бәрібір де бала махаббат. отбасылық махаббат жетпейді. Дұрыс, жалпы қосыламын. Қарттар үйінен басқа тағы да қандай жұмыс атқардыңдар? Қай жерге бардыңдар, мысалы? Бәлкім сендер экология бағытында жұмыс атқарған боларсыңдар. Қазіргі өзекті тақырып қой, осы бағытта да жұмыс атқарған боларсыңдар. Біздің өзіміздің оқушылар сарайының алдында біздер гүл отырғызып, экологияға бір септігімізді тигіздік. Және де одан да басқа біз балалар үйіне барып келген болатынбыз. Осы жақында ең бірінші жасаған игі ісіміз осы балалардан басталған. Балалар үйіне барып, балалармен бір жақсы тіл табыса алдық, биледік, жалпы бірге уақыт өткіздік. Және де қыста салқын күнде біздер істеген жай ғана бір жақсы іс, ол деген қарапайым жұмысшыларға шаймен Сыртта қар тазалайтын адамдарға шаймен ыстық тамақ бердік. Біздің жолымызды әрдайым таңмен тұрып, жолды тазалайтын ата әжелерімізге сөйтіп кішкене ыссы шаймен бәліш берген болатынбыз. Көңіл көтеріп. Ол адамдардың реакциялары әртүрлі болды. Біреулердің көздеріне жас келіп, қуанышты болып, олар сене алмады, то что там балдар осындай жаса, осындай мүмкін екен. Еңбегін бағалайтынын дейсіз. Осымен қалай біздің қатарымыздағы волонтерлардан бөлек біздің артымыздан еріп келген іні қарындастарымыз бар, болашақ волонтерлар бар. Осыларға айтар кеңестерін. Және де достар, егер де сіздердің бойларыңызда осындай волонтер болуға үлкен қызығушылығыңыз оянған болса, онда әрине біз сіздерді күтеміз. Жақсы қыздар, сендерге көп рахмет. Бүгін қызықты подкаст болды деп ойлаймын. Уақыт бөліп, бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс, жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Осымен достар, бүгінгі біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Всем пока!